Бәріне сәлем, бүгінгі сабақта adjectives, яғни сын есімдер туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы сын есімді біз бір заттың қандай түрін, түсін сипаттағанда қолданатынымызды білесің. Яғни бізде бірінші ереже үнемі зат есімнің алдында не керек? Adjective. Adjective plus noun керек. Яғни бір затты біз қандай екенін сипаттаймыз. Ешқашан дұрыс форматы осылай. It is a big house. Қандай house, қандай үй? A big. Біз артикльде де қоятынымызды білеміз. Ешқашан it's a house big деп орын ауыстырмайды. Бізде бір ең соңында зат есім келеді, зат есімнің қандай екенін всегда сын есім алдында тұрады. Бұл бірінші ереже. Ал екінші ереже бар, adjective ешқашан көпше түрде болмайды. Осыған да мән беру керек. For example, they are blue jeans. Ол көк джинсы, ешқашан біз they are blues, ешқашан цветті, яғни adjectiveті сын есімді көбейтпейміз. Тек қана зат есімді ғана көбейтеміз, яғни plurals ауыстыра аламыз. Үшінші ереже adjective бізде сөйлемнің соңында келе алады. Яғни it's interesting. For example, мен кеше киноға бардым. Ол қалай болды десе it's interesting, it was interesting деп ең соңғы сөйлемнің соңында біз adjectivepен аяқтай аламыз. My mom is tall. Менің анам ұзын деген сияқты. Үшінші ережесі осылай. Енді дәл қазір сөйлемде қалай жасаймыз жалпы? Adjective қайда келеді? Мысалы бізге керек subject, яғни кім? Біз не туралы әңгіме айтып жатырмыз? Мысалы бірінші сөйлемге қарайық, бізде subject ол it. Яғни біз үй туралы айтып жатырмыз, ол не екенін айттық. Одан кейін біз ол to be етістігін. To be етістігі бізге етістік керек it is. Немесе he болса is, I болса am деген сияқты. Потом бізге article келеді, егер де бір зат туралы айтып жатсақ, ал санын жасап қоямыз 3-5 деп, егер де ол көп зат болатын болса. Одан кейін adjective, яғни big, қандай. Потом одан кейін нені сипаттап жатырмыз біз. Зат есім келу керек. Тура осы реттілікпен бізде сын есіммен бірге белгілі бір затты сипаттай аламыз. Яғни осы реттілікпен орналасады сөйлемдер барлық. Ал дәл қазір сын есімдермен қалай сөйлем құрауды үйренейік. Жалпы сын есім біз білеміз, to be етістігін бір заттың, адамның қандай екенін сипаттаймыз, Дәл сол to be етістік бізге сын есіммен бірге сөйлем құрау үшін керек. Мысалы мен айтамын, this book is interesting. Мына кітап қандай, қызық. Сосын мен оның қаншалықты қызық екенін қазір көрсетіп берейін. This book is quite interesting. Quite деген қызығырақ. Бірақ қызық емес, 50%. Нормально қызығырақ. This book is really interesting. Өте қызық. Немесе very interesting. 100% қызық деген біздегі күшейтпелі сөздерді қолдансақ болады. Бұл жердегі айтқым келгені біз to be етістігін не істейтін едік? Кез келген затты, адамды, немесе жануарларды сипаттайтын едік, This marker is blue, немесе this is blue marker, black marker деген сияқты. Бірінші жолы ол to be етістігін қолдану арқылы сөйлем жасау. Кез келген заттың түрін, түсін сипаттаймыз. Ал екіншісі мысалы мен адамды сипатта деймін, немесе жануарды сипатта деген кезде, оның көк көзі бар екен, немесе мысықтың аппақ нелері бар, терісі бар деген сияқты бар, яғни бір адамда, жануарда бар деген кезде біз have немесе has'ды қолданамыз. Мысалы біз have'ды қайда қолданамыз? I, you, we and they. Менде бар, сенде бар, бізде бар деген сияқты, I have blue eyes. Менде көк көздер бар. Немесе you have long hair. Сенде ұзын шаштар бар. Яғни бұл жерде бізде не бар? Have бар. Және қандай заттар бар екенін сипаттаймыз. Тура сол сияқты have'тың бізде has түрі ол he, she, it. Яғни басқа бір бала, басқа бір қыз немесе бір зат туралы айтқан кезде has қоямыз. She has short hair. Ода қандай бар? Қысқа шаш бар. He has green laptop. Ол балада көк ноутбук бар деген сияқты. Түсіндік қой? Have, has, яғни бар, қандай заттары бар екенін сипаттай аламыз. Түсін, адамдарды да сипаттай аламыз, Оның мысалғы ақ мысығы бар, оның ұзын шашы, бүкіл жерлерін бар деген немен сөзбен, have, has-бен осылай сипаттай аламыз. Ал екіншісі оның түрін, түсін қандай деген кезде to be етістігі арқылы сипаттаймыз. Осы to be етістігімен, have, has етістігімен adjectivepен бірге сөйлем құрауға болады. Осымен бізде adjective тақырыбы бітті. Астында тапсырмаларды орында және де саған тек қана сәттілік.